Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров. Студиямыздың бүгінгі қонағы мәжіліс депутаты Елдос Нұрболұлы Абаканов. Қош келіпсіз. Қайырлы күн. Бүгін біз экологиялық мәселелер бойынша біраз тақырыптарды талқылайтын боламыз. Спикеріміз кезінде Қазақстан экологиялық мекемелер бірлестігінің басқарма төрағасының орынбасары болған. Қазіргі таңда парламентте экология мәселелері және табиғат қолдану комитетінің мүшесі болып табылады. Жалпылама эколог маман деп те айтуға болады. Сонымен бірінші сауал бозжыра мәселесі. Себебі бозжыра шатқалы жөнінде қазіргі таңда қоғамда көптеген қызу талқылар болып жатыр. Осы мәселе бойынша билік өз пікірін ресми білдірді, демек оны тоқтамай, бірақ бұл жобаны қайта қарастыру керек деген уәжін айтты. Енді жалпы сіздің көзқарасыңыз, бұл жерде сафари отель сияқты дүние салу керек па, жоқ па? Енді бозжыра мәселесін көтерердің алдында, жалпы бұндай мәселелер соңғы жылда көп көтеріліп келе жатқан айта кеткен дұрыс. Жалпы республика бойынша еліміздің әр аймағында жылдан жылға осы қоғамдық активизм, қоғамдық тарапынан экологтар, жаңағында экологияның белсенділері көбейіп бара жатыр. Біз білеміз, осыдан бірнеше жыл бойы көкжайлау мәселесі болды. Алматыдағы Іле Алатау паркіндегі көкжайлау мәселесінде осы қоғамдық белсенділердің олар көтерген, осы мәселені көтергеннен кейін, біршама талқылаулардан кейін, бүгінгі таңда сол жоба толығымен жабылды деп айтса болады. Енді бозжыра дегеніміз дәл сондай алгоритммен келе жатқан мәселе. Себебі соңғы жылдары экологиялық туризмді дамытамыз деп көптеген ерекше қорғалатын табиғи аймақтарда әртүрлі ғимараттар, туристік объекттер салу бойынша мақсаттарды көріп отырмыз. Енді бозжыраның бірінші жобасына келгенде былтыр біз көрдік. Осы былтыр қараша айында, желтоқсан айында көп көтерілді. Әлеуметтік желілерде, қоғам арасында да көп мәселелер талқыланды. Әрине, президент өзінің, яғни арнайы жаңағындай ұсынысынан кейін жоба қайта қарастырылсын деген тапсырма болды. Енді біздің әріптестеріміз, осы экологтар, желтоқсан айында былтыр біз өзіміз экспедицияға жібердік, әріптестеріміз басына барып көрді. Бозжыра шатқалы қалай орналасқан, қай жерде сол объектін орнатқысы келіп жатыр, қандай альтернативті ұсыныстар бар. Осының барлығын жан-жақты біздің әріптестер қарастырды. Сондағысы ұсыныс ретінде, жаңағында тиімді локация ретінде қарастырған осы бозжыраның қасында орналасқан Сенек, тағы да басқа ауылдар бар. Сол ауылдарда осындай туристік объекттерді құру бойынша ұсыныс берді. Арасы енді 30-40 шақырым. 20-30 шақырым енді. Бірнеше ауыл бар, бірнеше ауылдың өзінің локациясын жеке-жеке қарастырды. Сондағысы экологтардың тарапынан негізгі ұсыныс бір жақтан ол сол аймақтың, сол ауданның экологиялық, әлеуметтік, экономикалық жағдайын жақсартуға өзінің оң үлесін көрсететіндей, білдіретіндей жаңағыдай сондай ұсыныс берілді. Әрине, жоба қайта қарастырылғаннан кейін осы жақын арада үлкен талқылау болды, қоғамдық талқылау болды. Сол қоғамдық талқылаудың негізінде біршама ұсыныстар болды. Енді мен сөзіңіздің басында айттыңыз ғой, мен осы Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығында жұмыс істегендіктен біздің әріптестер де біршама ұсыныстарын берді. Яғни осындай қоғамдық талқылаулар қайдан пайда болды және оның негізі қандай құжат болу керек? Бірінші құжат әрине ол әр жоба іске асардың алдында осы қоршаған ортаға әсер етуді бағалау атты құжат болады. Қоршаған орта. Орысша айтқанда оценка воздействия на окружающую среду дейді. Осы құжатты рәсімдеді. Жаңағындай инвестор тарапыма осы арнайы ұйымды жаңағындай жалдап, сол мекеме осындай АВОС-тың жаңағындай жобасын жасады. Әрине, АВОС-тың жобасында біршама жаңағындай экологтар тарапынан да уайым болды. Себебі біріншіден ол суы жаңағы тапшы аймақ болғандықтан суды қайдан алып келеміз. Екіншіден ластанған суды қайда жұмсаймыз. Одан бөлек жаңағындай вертолет площадкасын салғысы келді. Осы вертолет площадкасын орнатқанда енді жаңағының бозжыраның өзінің породасын қарайтын болса, гипстік порода болғандықтан ол өте сондай
сыртқы, яғни жаңағыдай Әсері әсері бар, оның ішінде дыбыс әсері де, вибрация әсері де, басқа да әсерлер түрі көп болуы мүмкін. Сол себепті осындай мәселелерге ерекше көңіл аударды экологтар. Сонымен қоса жаңағындай қоршаған орта тарапынан арнайы жасалған құжаттың ішінде альтернативтік варианттың жоқтығын тағы да көрсетті. Енді менің ойымша бұндай жобаларды іске асардың алдында міндетті түрде экологиялық заңнамаға да сәйкес, халықаралық тәжірибеге де сәйкес қоршаған ортаға әсер ететін антропогендік бүкіл факторларды ескеру керек. Қаншалықты ол факторлар жаңағы аймаққа әсерін тигізеді, жануарлар дүниесіне қаншалықты әсерін тигізеді, өсімдіктер дүниесіне, одан бөлек жердің деградациясына көптеген экологиялық факторлар бар. Осы барлық факторларды ескеру керек. Содан кейін ғана осындай жобаларды іске асыруға болады. Әрине, көптеген мысалға біздің әріптестер, эколог әріптестер айтады, Бозжыра аймағын, яғни ЮНЕСКО мен қорғалатын табиғи аймаққа ауыстыру бойынша ұсыныстар да беріп жатады. Енді жалпы қысқаша айтқанда, қорытындылай келгенде, Бозжыра мәселесінің ең негізгі шешу осы қаншалықты осындай объектілер экологияға, сол маңайдың экожүйесіне өзінің әсерін тигізеді. Тағы да бір елімізде бір шешілмей келе жатқан мәселелердің бірі, мүмкін ол жоқтығы деп айтуға болады, ол экологиялық құрылыс стандарттарының жоқтығы. Сіз білесіз, бүгінгі таңда әр құрылыс басталғанда нақты бір құрылыс стандарттарына, құрылыс жаңағындай нормаларына сәйкес жасалады. Бұндай нормалар өкінішке орай нақты экологиялық аймақта немесе экологиялық туризмді дамытуға қатысты осындай нормалар елімізде әлі күнге дейін жасалмаған. Ондай нормаларды жасау үшін бізде жаңа заң қабылдау керек па, немесе ол белгілі бір кодекстің шеңберінде бола ма? Негізі жалпы елімізде осы құрылыстың жаңағындай нормалары, құрылыс саласы нормалары бар. Просто былай қарағанда жаңа құрылыс нормаларын құрастыру керек. Өкілетті орган тарапынан болды. Онда, яғни экологиялық құрылыс жұмыстарын қалай жүргізу керек? Асфальттың орнына таспен салу керек. Мүмкін жаңағындай ірге тасты салмау керек. Оның орнына мысалға жаңағындай экологиялық табиғи заттар, табиғи материалдарды қолдану керек пе? Әртүрлі тәжірибе бар, әлемдік тәжірибе бар. Сол тәжірибені ескере отырып, мүмкін осы салада құрылыс стандарттарын ескеру керек шығар, мен ойымша. Демек, 30 жыл бойы құрылыс бізде үлкен қарқынмен іске асырылып жатыр. Дегенмен сонда ешқандай экологиялық нормалар негізінде құжаттар болмаған деген сөз бе? Жалпы құрылыс жүргізгенде экологиялық қоршаған ортаға қатысты бөлім болады, арнайы қоршаған ортаға қатысты. Мен мұнда айтқым келгені табиғи аумақтардағы құрылыс жұмысын жүргізу. Мысалға қарапайым мысалға қаланың ішіндегі құрылыстың процедуралары мен табиғи аймақтарда жасалатын құрылыс процедуралар әртүрлі болу керек. Мен осы тарапта айтқым келетін негізгі ойым, табиғи аумақтарда өзіне қатысты табиғатпен гармонияда болатын арнайы құрылыс стандарттары болу керек. Жақсы, сонда нәтижесінде қазіргі таңда Бозжыраға бір ресми түрде бір статус беру мәселесі қарастырылып жатыр ма? Демек, қорық ретінде ма, немесе бір аса бір қорғалатын аймақ ретінде ма? Енді мысалға Бозжыраның жаңағындай салынайын деп жатқан сафари отелін айттыңыз ғой, ол мысалға ерекше қорғалатын табиғи аумақта орналаспаған локация бойынша. Ол негізгі локациясы қасында орналасқан, бірақ нақты өзінде емес. Бірақ та мен ойымша осындай біздің табиғи мұраларымызды сақтап қалу керекпіз. Одан бөлек бұндай табиғи аумақтарда туризмді дамытқанның өзінде де рационалды түрде қарастыру керек бәрібірде. Өйткені ол рационалды қарамай, болашақта ол қандай мәселелерге әкеліп туы мүмкін, оны қазір ешкім мүлдем айта алмайды. Сол себепті терең зерттеулер жүргізілу керек. Бүгінгі таңдағы жүргізілген зерттеулердің деңгейі, мен ойымша, жеткіліксіз емес деп. Осы орайда бір нақты ой туындайды. Демек, сафари отель 30-40 шақырым, 100 шақырым болсын, шарт түрде сол шатқалдан ара қашықтығы болсын. Бірақ дегенмен сонда баратын халық, ол экологиялық сауаттылығы бізде тағы да жаңа бір мәселе туындайды ғой. Демек, егер сол жерде бір нақты қорық немесе бір ресми статусы болмаса, демек адамдардың тигізетін сол қоршаған ортаға әсері өте елеулі болады ғой. Ол болады, бірақ та мен өзім экологиялық сауаттылық жөнінде айтып кеттіңіз ғой, бұның ішінде экологиялық мәдениетті ерекше атап өткен жөн.
Былтыр сіздер білесіздер, осы елімізде еріктілер жылы болды. Еріктілер жылы тарапында мен өзім жаңа эколог ретінде экологиялық еріктілікті дамыту бойынша біраз жұмыстар атқардық. Соның арқасында біз көптеген жобалар іске асырдық. Мысалы, қарапайым осы стоп мусор деген бір жобаны іске асырдық. Сонда әртүрлі табиғи аймақтарға барып, жаңа сенбілік жасадық, экологиялық акциялар жасадық. Өкінішке орай, көптеген табиғи аумақтарда қоқыстар мәселесі әлі күнге дейін шешілмеген. Қоқыстарды тиімді пайдалану мәселесі тағы да шешілмеген. Мен өзім осы алыс кетпей қойып, сіз білесіз, былтыр көбейтуз мәселесін. Көбейтуз қанша қоғамда талқыланған мәселелердің бірі болды. Біз өзіміз әріптестермен бірге бардық сол көбейтуздың басында. Сонда басында ол былай қарағанда шектеусіз адамдар келе бастағанда бір ай, 2-3 аптаның ішінде сондағы жиналған қоқыс санын көрсеңіз, бұл масқара мәселе болды. Одан кейін жергілікті әкімшілік тарапынан контейнерлар орнатылды, содан кейін санитарлық нормаларға сәйкес блокпост қойылды. Бірақ біз барып көргенде бір жақтан қоқыс мәселесі бар, бір жақтан жаңағы көбейтуздың ішіндегі тұздың бәрін алып кеткен адамдардың өзі қара іздер қалып қойған. Ол қанша жылда қалпына келеді, оны тағы да ешкім айта алмайды, бірақ адамдар тарапынан келтірілген зиян жоғары деп айтуға болады. Бұндай жағдайды біз осы Алматы облысында болдық. Алматы облысында Тамғалы тас деген жер бар, естуіңіз болса, ол табиғи музей ретінде есептеледі. Онда таста әртүрлі баяғыдан келе жатқан петроглифтер бар, тағы да басқа суреттер бар. Солының қасында ағып жатқан өзен сулардың барлығында жағасында адамдар демалып жатады, бірақ та біз волонтерлармен жинаған қалдықтардың саны өте көп болды. Бірнеше көлік қалдықтарды алып кеттік, жинап алып кеттік, бірақ та бір аптадан кейін қайтып келсеңіз, сол маңайда қайтадан ластану мәселесі пайда болады. Менің ойымша бұл мәселенің шешу жолының бірі әрине біріншіден дұрыс инфраструктура дамыту керек. Себебі жаңағындай табиғат пен туризм бір-біріне жақын терминдер, бірге жүретін терминдер деп айтуға болады. Өйткені адамдар ішкі туризмді дамытқанда судың жағасына барсын, немесе таудың етегіне барсын, барлық жерде демалуға барады. Демалғаннан кейін ол жерде отыратын жерлері болады, тамақ істейді, тамақ ішеді, қалдықтар пайда болады. Осы қалдықтарды тиімді басқаратын адамдарға біріншіден көрсету керек. Қарапайым табличкалардан бастау керек. Қалдықтарды арттарыңыздан тастамаңыздар. Екіншіден контейнерлар орнату керек, жергілікті әкімшілік тарапынан. Одан кейін ол контейнерларды уақытылы тазартып отыру керек. Мүмкін бизнеспен келісіп, өйткені демалыс аймақтарында туристерден қалатын қалдықтардың көбісі ол қайта өңделетін қалдықтар. Пластик болсын, шыны болсын, оның барлығын қайта өңдейді. Көп жағдайда ол жақсы бизнес ретінде қарастыруға болады. Яғни осындай аймақтарда өте қызық, бизнеске қызық, кіші бизнеске қызық модельдер ойластырып табуға болады. Экономикалық тұрғыдан қарастыру керек. Және де бұған дейін айтқандай, ең қарапайым табличкадан бастау керек. Енді екінші мәселе, сіздер осы білесіздер, былтырдың өзінде президент тарапынан экология жөнінде көп айтылды. Оның ішінде экологиялық көбейтуз мәселесі бір мәселе болды. Каспийдегі итбалықтар мәселесі ерекше көтерілді. Экологиялық білімді дамыту бойынша тағы мәселе көтерілді. Осы экологиялық білімді қазіргі таңда мемлекеттік деңгейде білім мектептерде, жоғары оқу орындарында экологиялық білімді дамыту керек, және де бүгінгі таңда мектепке қатысты методологияларда жасалып жатыр. Өйткені Нұр-Сұлтан қаласын қарайтын болсақ, елордамызда 80-нен астам мектеп бар. Барлық мектептердің көбісінде қалдықтарды сұрыптап жинау контейнерлар орнатылған. Қағазды бөлек жинайды, пластикті бөлек жинайды деген секілді. Өзім мен бірнеше рет көрдім, өз тәжірибемде де көргенім бар. Мысалға, мектеп оқушысы өзінің ата-анасына, ата-әжесіне қалдықтарды тиісті емес жерлерге лақтырған, неге лақтырасыз, бактарға тастаңыз, контейнерларға тастаңыз деген өзінің тарапынан ұсыныстар береді. Былтыр біз осы Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматы қаласында арнайы әлеуметтік зерттеу жасадық, қаншалықты жергілікті тұрғындар қалдықтарды көшеде көреді. Кіші қалдықтар, шыны, пластик, кішкентай стаканчиктер болсын, тағы да басқа қалдықтар. Сонда көргеніміз, еліміздегі екі үлкен ірі қаланың әрбір үшінші тұрғыны қалдықтарды
жаңағындай қарапайым күнделікті өмірде көреді. Яғни осыдан көретініміз бір жағынан мүмкін контейнерлардың жетіспеушілігі, оның ішінде жаңағындай қалдықтар жинайтын ірі контейнерлар емес, кішігірім контейнерлар, адамдар демалатын орындарда, тағы да басқа. Екінші мәселе, әрине жаңағындай осы тараптағы заңнамалық тарапынан мүмкін жаңағындай айыппұл санын қарастыру керек, немесе ынталандыратын механизмдер керек. Осыны әр тарапта қарастыру керек. Сондай. Демек қазіргі таңда енді кез келген бір саябаққа, демалыс орнына келетін болсақ, қоқыс жәшігі бар болған өзінде қоқыс қасында жатады, немесе ағаштың арасында жатады дегендей. Пляжға келсеңіз, сол құмның арасында да неше түрлі бутылкалар шығады. Бірақ өкінішке орай бұл үлкен адамдар тарапынан болып жатқан мәселе. Жақсы, мектеп оқушыларымен, жалпы студенттермен, оқушылармен біз енді білім ордаларында мәселені шешуге мүмкіндік бар екенін жоспарлап айтуға болады. Ал үлкен адамдармен не істейміз? Демек, олардың санасын қалай өзгертеміз? Өйткені сол итбалықты ұрған тағы да үлкен адамдар. Алматы облысына лотос жылған тағы да сол үлкен адамдар. Көбетұзға барып, сол тұзды өз үйлеріне апарған тағы да сол үлкен адамдар. Демек, ересек адамдармен біз не істейміз? Қалай олардың санасын, экологиялық сауаттылығын көтеруге болады? Енді біріншіден мен ойымша ол кей жағдайда мүмкін ақпараттың жоқтығы. То есть экология деген бүгінгі таңда соңғы жылдары ерекше приоритетті бағыт болып отыр. Оны айта кету керек. Екіншіден, экологияның өзі, экология емес, қоршаған орта деп айтсақ болады. Қоршаған ортаны қорғау мәселелері бірінші жаңағыдай кезекке тұрғандықтан көп жағдайда жаңағыдай үлкен кісілердің өзі оны біле отырып, түсіне отырып, нақты жаңағыдай қалдықтың өзін керекті контейнерға, керекті бактарға тастау бойынша жұмыстарын атқарып жатыр. Жалпы жағдай соңғы 5 жылдың ішінде мен өзімнің жаңағыдай зерттеулерім бойынша, аналитикам бойынша түзеліп келе жатыр. Оны айта кету керек. Біз былтыр жаңағыдай бір қызық бір акция жасадық. Ол акцияның негізі неде болды? Нұр-Сұлтан қаласының 2-3 паркында волонтерлармен бірге халықтан пакет жинадық. Пакеттің ішінде пакет деген түсінік болады ғой, білесіздер ғой. Бәріміздің үйімізде, кухняда бір пакеттің ішінде толған магазиндерден көп жиналған бүкіл пакеттер жиналып отырады. Осы пакеттердің бәрін жинадық. Жинағанның өзінде біз көргеніміз үлкен адамдар да, жастар да, оқушылар да келіп отырды. Рекордты мен сізге айтайын, бір жанұя әкесімен қызы келді, 200-ден астам пакет алып келді. Бір үйден? Бір үйден, 200-ден. Жиналып қалған бір үйден 200-ден астам пакет алып келді. Ол пакеттің біз бәрін жинадық та, содан кейін арт-объект жасадық. Осы Сәуле Сүлейменова деген әйгілі суретші бар, жаңағындай осы өнер саласында жаңағындай жұмыс істейтін. Ол кісі қарапайым пакеттерден аспан астындағы Нұр-Сұлтан атты жаңағындай үлкен картина жасады, арт-объект. Суреттің қарасаңыз өте керемет шыққан. Бірде-бір краска қолданған жоқ. Тек клей мен полиэтилен пакеттерін біріктіре отырып, үлкен жаңағындай арт-объект жасады. Ол арт-объектіні басынан Нұр-Сұлтан қаласында қойдық, одан кейін Алматы қаласында қойдық, әлеуметтік желілерде де біраз талқыланды бұл мәселе. Сонда осындай жобалардың өзі жаңағындай экологиялық сауаттылықты, мәдениетті көтеруге өзінің ықпалын тигізеді. Екінші мәселе, осыдан 2 жыл бұрын әлемдегі экологияның өзі көп бағыттары бар. Үлкен бір бағыттың мәселесі ол пластикпен күрес мәселесін айта кету керек. Осы 2019 жылы экология министрлігінің ұсынысымен Атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірге үлкен бір осы жобаның бастамасы болды. Ол жобаның негізі полиэтилен пакеттерін дүкендерде сатуды тоқтату, тегін беруді тоқтату бойынша. Қазір білесіз, үлкен ірі желілерді қарайтын болсақ, көбінесе полиэтилен пакеттерін тегін бермейді баяғыдай. Қазір 5 теңге, 3 теңге болсын, кейбір жерде 10 теңгеге дейін барады, оны сатады. Сонда біз ынталандырамыз адамдарды бір жақтан полиэтилен пакеттерін көп қолданбауды, екінші тараптан өзімен бірге жаңағындай эко-бокстар дейді, жаңағындай эко-пакеттер дейді ғой, эко-қаптамаларды алып келу бойынша. Қосымша менің ойымша қазіргі таңда осы альтернативті қаптаманы жасайтын кәсіпорындарды қолдау керек. Қазір биоодырайтын пакеттер бар, көп қолданылатын материалдардан жасалған қаптамалар бар. Осының барлығын ынталандырса, осындай кәсіпкерлердің соңында биоодырайтын мен қарапайым полиэтилен пакетінің құнын біріктірсек,
сонда адамдар тарапынан жаңағыдай шешім, олар өздері шешім қабылдай алады. Экологияға ма, немесе экологияға қарсы ма, немесе экологияны қолдайды ма деген секілді. Қазіргі таңда осындай кәсіпорындар елімізде бар ма? Қазіргі таңда бар, Нұр-Сұлтан қаласында да бар. оның ішінде жаңағында биоыдырайтын, жаңағында мен айтқандай пакеттерден жасалған, ол биоыдырайтынның өзінде крахмалдың негізінде ол 30 күн, кейбір жағдайда 6 айға дейін әртүрлі технологияға байланысты толығымен ыдырап кетеді. Жаңағында крафт қағаз дейді, білесіздер, крафт қағаздарды қолданатын кәсіпорын, жаңағында біраз жаңағында кәсіпорындар жұмыс істеп жатыр. Кейбір адамдар кәдімгі матадан арнайы қаптамаларды тігіп жатыр. Ондай кәсіпорындар бар, жұмыс істеп жатыр. Жылдан жылға осындай кәсіпорындар саны көбейіп бара жатыр. Біз өзіміз жанұямызбен 2 жылдың төңірегінде болды. Дүкенге барсақ та, қай жақта барсақ та өзіміздің жаңағыдай эко қаптамамызды алып, полиэтиленді қолдануды қолымыздан келгенше төмендетіп жатырмыз. Одан бөлек қызық бизнес идеялар бар, қызық кәсіпорындар бар, жұмыс істеп жатқан. Олар мысалға сататын тауарларды полиэтилен пакетке салмайды. Жаңағыдай ұн, макарон, қант, тағы да басқаларын арнайы үлкен-үлкен ыдыстарға салады. Содан кейін жаңағындай экологияға жан ашитын, экологиялық белсенділер көбінесе өздерінің пакеттерімен барып, керегін өзінің қаптамасына салып алып кетіп жатады. Оның өзі былай қарағанда полиэтиленнің көбеюіне, азаюына, көлемінің тікелей өзінің жаңағындай оң әсерін тигізіп отырады. Керемет. Енді қоршаған орта демекші, қазіргі таңда қорықшылар мәселесі де өзекті болып келеді. Неге десеңіз, енді 2 жыл бұрын марқұм Ерлан Нұрғалиевтің браконьерлер өлтіргені әлі есімізде болып отыр. Сөзсіз, күдіктілердің кінәсі толық дәлелденіп, олар өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Бірақ қорықшылардың жағдайын жақсарту үшін міндетті түрде сонда өлім керек па? Неге оны алдын ала ол мәселелерді билік көре тұра, ол мәселелерді ертерек шешпеді? Ол бір мәселе. Екінші мәселе, қазіргі таңда қорықшылардың жалпы жағдайы қандай? Әлеуметтік қорғалу жағынан болсын, қауіпсіз жағынан болсын. Енді қорықшылар мәселесін айтатын болсақ, әрине ол қорықшылар табиғаттың басында қорғайтын азаматтар деп есептейміз ғой барлығымыз. Енді министрлік тарапынан істелген жұмысты көріп отырмыз. Яғни қылмыстық кодексті 12 жылға дейін көбейткен, жаңағыдай егер браконьерлік үшін, немесе браконьерлерді ұстаған жағдайда бүкіл көлігін жаңағыдай алып қою мәселесі, тәркілеу мәселесі барлығы шешілгенін көріп отырмыз. Енді бүгінгі таңда енді қорықшылардың әлеуметтік қорғалу мәселесі және жалақысы онда көп деп айта алмаймын мен. Негізі жалақыны көбейту керек, материалдық қамтамасыз ету керек. Одан бөлек былай қарағанда инновациялық әдістер арқылы мониторинг жасап отыру керек. Қорықшылардың негізгі мақсаты браконьерлер болғанда оны тез мезетте тауып, жаңағыдай арнайы өкілетті органдар болсын, ішкі істер министрлігінің өкілдерімен бірге, полициямен бірге сол браконьерлерді ұстау. Осы қазір мысалға экология министрлігі тарапынан бір қызық жоба бар. Ол дронмен жаңағыдай табиғи аймақтарды бақылау. Көрікшілік жаңағыдай браконьерлерді, мысалы ол қорықшы бір нақты өзінің офисінде отырады да, дрон жібереді де, дронмен 10 мыңдаған гектар жерді көруге болады. Мен ойымша осындай жаңа механизмдерді, жаңа инструменттерді қолдану арқылы біз табиғи аймақтардың мониторингін одан әрі кеңейте аламыз. Себебі бір көлікпен жүріп, жаңағыдай мыңдаған километр жүру өте қиын. Егер дрон жіберсек, дрон нақты көреді, қай жерде қандай машина жүр, яғни сигналды дұрыс бере алады. Сонда осы жаңағыдай салада жаңағыдай табиғатты қорғап жүрген мамандар нақты точно дейді ғой, нақты бір заңды бұзып жүрген азаматтар табады, және ол бір жағынан экономика жағынан тиімді, екінші жағынан ол қорықшылардың өмірін сақтап қалуға да өзінің оң әсерін тигізеді. Жоба іске асырып жатыр ма, немесе қазіргі таңда ол бір аймақта пилоттық түрде мен білуімше іске асырылып жатыр, қателеспесем Шығыс Қазақстан облысында. Демек енді теңінің екі жағы бар демекші. Дронға енді өзім түсінеміз, дрон қазіргі нарықта енді 1 миллион шамасында оның бағасы құны сом болып тұр. Күні енді жақсы бір сондай бір қуаттылығы жағынан болсын, техник қамтылуы жағынан болсын, құны енді 1 миллионнан аса. Бірақ тиынның басқа жағы қорықшылардың жалақысы аз. Жалақысы аз. Сонда дрондар сатып алып, бірақ қорықшылардың жалақысы сол төмен деңгейде қалып қоймай ма?
Мен өзімнің жеке ойым, қорықшылардың болсын, осы салада жұмыс істеп жатқан азаматтардың жалақысын көтеру керек. Өйткені жалақының төмендеуі кей жағдайда да осы браконьерлерді ынталандыруы да мүмкін. Себебі олар браконьерлер барғандықтан көбінесе осындай заңсыз аулаушылықпен айналысатын адамдар көбінесе жағдайы бар адамдар. Материалдық жағынан мүмкін, техникалық жағынан да жабдықталған, материалдық жағынан да жабдықталған азаматтар. Кім біледі, әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Қорықшылармен келісуі де мүмкін. Осының алдын алу үшін әрине міндетті түрде зарплатаны, жалақыны көтеру керек. Ол дұрыс ой деп есептеймін мен өзім жеке. Табельді қару жағынан қазіргі таңда оларда қандай жағдай бар? Қателеспесем, оларды жалпы арнайы ұйым бар, Зооохотпром деген. Осы ұйым жаңағындай қарумен, көлікпен осындай табиғи аймақтарды, нақты табиғи аймақтарды бақылап жүреді, браконьерлермен күресу жұмыстарын жүргізіп жатады әрдайым. Жалпылама қорықшылар біздің елімізде қазіргі таңда жеткілікті ме? Енді ол сұрақты әрине қорықшылардың санын көбейту керек те шығар. Мен қазір нақты айта алмаймын қанша қорықшы бар екенін, бірақ та мен ойымша табиғи аймақтардың территориялардың үлкендігіне байланысты мүмкін көбейтуде керек шығар. Неге десеңіз, осы орайда сол сұрақты жалғас ретінде тағы да сол Бозжыра шатқалы келеді. Неге десеңіз, Бозжыра шатқалының территориясы үлкен. Сафари отель 40-30 шақырым, шарт түрде 2 шақырым болса да, бірақ сол шатқалдың территориясын тексеретін тағы да сол қорықшылар болады ғой. Немесе оған кім жауапты болады? Халықтың өзінің қоршаған ортаға тигізетін залалы бар ма, жоқ па, не істеп жатыр дегендей, оны кім бақылап отыр? Енді әр табиғи аймақ болсын, бізде мысалы ол ерекше қорғалатын табиғи аумақтар болса, арнайы заң бар. Сол заңға сәйкес сол аймақтарды қорғалу алгоритмі, механизмі ескерілген. Одан бөлек жануарлар дүниесін қорғау бойынша тағы бір заң бар. Сол заң негізінде жануарлар дүниесін қорғау, қызыл кітапқа қалай енгізу, тағы да басқа мәселелер ескерілген. Осыдан айтқым келгені, негізі қандай да бір қоршаған орта болсын, ерекше қорғалатын табиғи аймақ болсын, оның деңгейі болады. Ол республикалық деңгейде болады, жергілікті деңгейдегі деп аталады. Жаңа Маңғыстауды айтып отырсыз, мысалы Маңғыстаудың өзінде біршама осындай табиғи, жергілікті деңгейдегі біршама табиғи аймақтар бар. Оның барлығы әрине жалпы егер сол аумақтар ерекше қорғалатын табиғи территория болса, онда міндетті түрде қорғау жұмыстар, арнайы кәсіпорын мысалға жұмыс істейді. Ұлттық парктердің өзінде солай. Мысалы Іле-Алатау ұлттық паркын қарайтын болсақ, өзінің дирекциясы болады. Сол дирекция жаңағыдай тазалау мәселесі бар. Егер де ол жаңа ұлттық парк болса, шлагбаум қойып, шлагбаумнан жаңағыдай төлем болады ғой, сол экологиялық төлемді жинап отырады. Бүкіл инфраструктураны қамтамасыз ететін арнайы мекеме жұмыс істейді. Демек, бұл мекемелер жекеменшік па, немесе ол мемлекеттік, мемлекет қарамағындағы экология министрлігіне қарайды. Экология министрлігінде арнайы комитет бар. Жануарлар дүниесі, орман дүниесі бойынша сол комитет осы жұмысты атқарып отырады. Бүкіл ерекше қорғалатын табиғи аймақтарға басшылық жасайды. Демек, қорықшыларды қажетті қамтамасыз жабдықтармен, көліктермен барлығы экология министрлігі тарапынан жасалу керек және жасалып та жатыр. Енді бірақ қаржы мәселесі, енді ол қай саланы қарасақ та бүкіл салада қаржының тапшылығы немесе жалақының аздығы мәселесі ол бар. Экология саласында ол ерекше, мысалға ол қоршаған ортаны қорғайтын мамандар болғандықтан жалақысы жаңағыдай жеткілікті болу керек. Өйткені сол осы жұмысты адал атқару үшін. Енді алдағы 1-2 жылда жалақы мәселесі шешілуі мүмкін бе? Енді бұл мәселені көтеру керек. Мен өз тарапынан әрине міндетті түрде көтеремін. Оны қазір зерттеу керек, зерделеу керек. Біз енді өзіміз депутаттық корпус болғандықтан жұмысымыз енді бастап жатыр. Ол бюджетті қарастыру керек. Оны зерттей отырып, қарай отырып, мен ойымша қазір емес, бірақ кейінірек тағы да бір кездескенде нақты жауап беруге болатын еді бұл сұраққа. Жақсы. Рахмет. Енді жалпылама біздің елімізде экологиялық ахуалды көптеген аймақтар бар. Бұл атап айтқанда өндіріс орындары көп шоғырланған қалалар деп айтуға болады. Солардың жергілікті тұрғындарға денсаулығына тигізіп жатқан зиян әсері өте көп.
Оны өзімізде барымыз білеміз, оны айтудың да қажеті жоқ. Бірақ билік өндіріс орындарына сүзгілерді қойыңыздар, немесе белгілі бір сақтау шараларын қолданыңыздар дегендей неше түрлі уәж айтады, бұйрық шығарады, тағы да сол сияқты. Бірақ шын мәнісінде мұның іске асу не аспауы жөнінде нақты бір ақпарат жоқтың қасы деп айтуға болады. Ол бір мысалы, алысқа бармайық, Теміртауда ластаушы заттардың қуатты шығарылуы тіркелді. Индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрі Бейбіт Атамқұлов шұғыл сол жерге барып, мән-жайды анықтауға кіріскен. Бұл жөнінде хабарыңыз бар ма, жоқ па, және жалпылама сол өндіріс орындарына қатысты экологиялық тигізетін осындай зиянды бір ластаушы заттар қоршаған орта таралу жағынан мемлекет тарапынан қандай реттеу шаралары ұйымдастырылған? Енді жалпы айтқанда үлкен ірі қалалардың, өндірістік қалалардың негізгі проблемасы ол ауаның ластануы. Ірі кәсіпорындар тарапынан келіп жатқан. Республика бойынша сіз қазір енді осыдан кейін тағы бір бөлек тақырып ретінде экологиялық кодексті айтып кетем. Соңғы 3 жылдың ішінде елімізде жаңа экологиялық кодексті құрастыру бойынша жұмыс атқарылды. Осы жылы президент осы жаңағында жарғыға қол қойды. Осы кодекста қандай өзгерістер бар? Содан бастайын, өйткені кодекста ескерілген мәселелер мен жаңа сіз айтқан мәселелер бір-бірімен байланысты. Себебі кодекстің тұжырымдамасы болсын, өзінің жаңағы қарастырылған баптар болсын, барлығы үлкен ірі жұмыс істейтін кәсіпорындарға ерекше акцент бөлу. Мысалға, жалпы шығарылып жатқан зиянды заттардың елімізде жылына 2,5 миллионға жуық зиянды заттар қоршаған ортаға шығарылады. Жылда? Бір жылда. Бұның динамикасы көбейіп келе жатыр. 2017 жылы 2-де 300 болса, 2018-19 жылы 2-де 400-ге дейін жетті, 2 миллион 400-ге дейін жетті. Негізгі ластаушы ол ірі кәсіпорындар. Оның ішінде 100-ден астам, яғни ірі кәсіпорындар зиянды зат, ауадағы зиянды заттардың 80%-ын эмиссияны сол ірі кәсіпорындар шығарып жатыр. Бұнда жаңа кодекста негізгі акцент ірі кәсіпорын болғандықтан олардың модернизация мәселесі ерекше көрсетілген. Біз өзіміз ірі кәсіпорындардың, мен өз эколог ретінде біз бардық, көптеген аймақтарда болды. Осы Теміртауда да болдық, Жезқазған болсын, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Ақтөбе, барлық аймақтардың ірі кәсіпорындардың жұмысын көрдік. Әрине, ол кәсіпорындардың экологиялануы, ол мәселе соңғы 4-5 жылда ерекше көтерілді. Кәсіпорындар тарапынан да оны біліп отыр. Себебі сіз білесіз, 2014 жылы экология министрлігі жабылды, содан 2019 жылы қайта пайда болды. Біз экологтар ретінде бұл жаңалықты шыққанда өте қуандық. Және де экология министрлігінің ең бірінші жұмысы бүкіл ірі кәсіпорындармен жаңағыдай ерекше олармен жаңағыдай олар өзінің зиянды әсерін төмендету бойынша жұмыстар басталды. Бұған дейін айтқан экологиялық кодексті қарайтын болсақ, онда бір нақты норма бар, қолжетімді үздік жаңа технологиялар деп аталады. Жалпы енді біздің көрермендерге түсінікті болу үшін әр кәсіпорын жұмыс істердің алдында экологиялық рұқсаттама алады. Ол рұқсаттаманы алғанда 3 нәрсеге алады. Біріншіден, ауаға шығарылып жатқан зиянды заттар көлемін анықтайды. Екіншіден, ластанған суды ластау бойынша рұқсаттамасын алады. Үшінші, ол пайда болған қалдықтар мәселесі бар. Осы 3 мәселе бір рұқсаттама негізінде алады. Олар өздерінің нақты заң жүзінде шығарылатын эмиссия көлемін анықтайды. Эмиссия деген жаңағы зиянды заттар қоршаған ортаға шығарылып жатқан. Осы заң негізінде олар зиянды заттарды шығарғандықтан кәсіпорындар реттеліп отырады. Егер де сол нормадан жоғарылатып кететін болса, кәсіпорынға міндетті түрде тексеріс жүргізіледі, тексеріс негізінде айыппұл салынады. Енді қазір жаңа экологиялық кодекста нақты талап қойылған бүкіл ірі кәсіпорындар, бірінші санатты ірі кәсіпорындар, жаңа Теміртаудағы болсын, үлкен қалалардағы болсын, барлығы міндетті түрде қолжетімді жаңа технологияларға көшу керек. Бұл қолжетімді жаңа технологиялар Европадан келе жатқан принцип, ол қолжетімді жаңа технологиялар Европада 70 жылдан бастап енгізілген.
бір жаңа жалпы статистика бойынша Европада зиян заттардың кейбір жаңағыдай түрлері 70-80%-ға дейін, 90%-ға дейін төмендеген бүкіл Европаның деңгейінде салыстырғанда. Енді бұндай технологиялар кәсіпорындар міндетті түрде енгізсе алдағы жылдары, ол кәсіпорындардың шығарып жатқан жаңағындай заттардың, зиян заттардың көлемі күрт төмендейді. Егер де кәсіпорын, бір жақтан кәсіпорындарға талап бар технологиялар орнату бойынша, екінші жағынан кәсіпорындар егер орнататын болса, ынталандыру механизмдер бар. Экономикалық ынталандыру механизмдер. Оның ішінде экологиялық төлем деген бар. Бұған дейінгі айтқанға рұқсаттама алғандықтан, сол рұқсаттаманың көлеміне бюджетке қаражат, жергілікті бюджетке ақша төлейтін ірі кәсіпорындар. Экологиялық кодексте жазылған, егер де кәсіпорын қолжетімді жаңа технологияны енгізсе, экологиялық төлемді 0 ставкамен болады. Яғни мүлдем төлемейді. Ол республика бойынша бұл қаражаттың көлемі 100 миллиардқа жуық. Ірі кәсіпорындардан жиналып жатқан. Егер де сол қаражаттың барлығын кәсіпорындар өздеріне қалдыратын болса, яғни бұл қаражатты жаңғыртуға, модернизациялауға, жаңа технологиялар енгізуге, былай қарағанда қаржы көзі ретінде қарастырады. Демек, бізге жаңа технологияларды енгізуге ақша жетпейді деген уже сылтау болмайды. Сылтау болмайды. Егер де кәсіпорын ауыспайтын болса, қолжетімді жаңа технологияларға, бұған дейінгі айтқан ставка 2, 4, 8 есеге дейін көбейеді. Экономикалық жағынан тиімсіз болады. Бірінші. Екінші, осы ірі кәсіпорындар өздерінің жаңағында зиянды заттарын төмендету бойынша қолжетімді жаңа технологиялардан бөлек жаңағындай автоматтандырылған бақылау жүйелері орнатылады. Ол мысалға датчик дейді ғой, экологиялық датчиктер орнатылады. Бұған дейін кәсіпорындар тарапынан міндетті түрде автоматизацияланған жаңағындай өлшеу құралдары талап болмаған, қазір осындай талап пайда болды ірі кәсіпорындарға. Сонда әр кәсіпорын осындай жаңағындай құрылғыларды орнату арқылы еліміздің жергілікті жердегі тұрып жатқан адамдарға немесе жалпы республика бойынша ақпарат жинағында көруге болады. Онлайн режимде қаншалықты кәсіпорын қандай көлемде зиянды заттар шығарып жатыр. Бұнда адам факторы болмайды. Ол датчиктің мәні неде? Ол датчик құбырда немесе құбырдың қасында тұрады. Шығарылып жатқан зиянды заттардың концентрациясын есептеп отырады. Егер концентрация ПДК деген түсінік бар, яғни ол норма. Сол нормадан асып кетіп жатса, автоматты түрде тексеруші органдарға ақпарат келеді. Осында кәсіпорын нормативтен жаңағындай концентрацияларын, зиянды заттардың концентрациясын көбейтіп жатыр деген секілді. Осында жаңағыда басында айтқандай адами фактор болмайды. Бүкілі автоматтандырылған болады, ақпараттың барлығы ашық және қолжетімді болады қарапайым азаматтарға. Осындай механизмдер арқылы ірі кәсіпорындардың жұмысын реттеуге болады. Келесі мәселе, жаңа экологиялық кодексте арнайы нысаналы көрсеткіштер болады. Әр ауаның ластануы бойынша, судың ластануы бойынша, ағаш егу мәселесі бойынша әртүрлі методологияға сәйкес нысаналы көрсеткіштер жасалады. Ол нысаналы көрсеткіштер 5 жылға дейін жасалып, оның жыл сайын әр показатель бойынша, әр көрсеткіш бойынша төмендеу бойынша мақсат тұрады. Осы мақсат арқылы қоғам тарапынан жергілікті атқарушы орган немесе өкілетті орган қаншалықты тиімді жұмыс істеп жатыр экология саласында. Осыны көре алады, осындай ақпаратты көре алатын болады. Енді тағы да ірі кәсіпорындардың жұмысы жөнінде айтатын болсақ, Арселорды жаңа айтып кеттіңіз да. Шынымен де бұндай мәселелер бар ірі кәсіпорындар тарапынан. Жаңағыдай внештатная ситуация дейді, сондай жағдайларда болып жатады. Бірақ жалпы республика бойынша талаптар күшейіп жатыр, оны айта кету керек. Екіншіден, кәсіпорындар тарапынан да өздеріне алып жатқан жаңағындай мақсаттары жоғарылап жатыр. Осыдан 1-2 ай бұрын экология министрлігі жаңа Қарағандыда болды, Теміртауда болды. Сонда осы жаңағындай ірі кәсіпорын Арселор меморандумға қол қойып, алдағы 23 жылға дейін, қателеспесем, 10%-ға дейін зиян заттар көлемін төмендету бойынша өздеріне мақсат алды. Яғни олар оны төмендеткенде қалай төмендетеді? Біріншіден, олар қоршаған ортаны қорғау бойынша жоспар жасайды. Ол жоспарды жергілікті экология департаментімен келісіледі. Одан кейін сол жаңағы жоспарға сәйкес кәсіпорын бүкіл іс-шараларды орындайды.
Менің жеке ойым, осындай іс-шараларды талқылағанда, жаңағыдай кешенді жоспарлы шаралар талқылағанда міндетті түрде жергілікті азаматтарды, экологиялық белсенділер шақыру керек. Онда жергілікті мамандар, жергілікті белсенділер қатысса, мүмкін осы құжаттардың сапасы жағынан сапасы жақсаруы мүмкін. Енді кодекстің тағы бір ерекшелігі ол жаңағыдай зиян келтірген кәсіпорын төлейді деген принцип енгізіледі. Бірнеше принцип бар. Осындай принциптің орысша айтқанда ол загрязнитель платит дейді. Яғни зиян келтірген жаңағыдай кәсіпорын төлейді принципі. Ол қалай жұмыс істейді? Бұған дейін жұмыс істеген экологиялық кодекстің негізінде онда көбінесе фискалды механизмдер жұмыс істеген. Егер кәсіпорын заң бұзса экологиялық, оған айыппұл салынады, сотпен 1 миллиард, 2 миллиард, 3 миллиард біз енді ақпараттық құралдардан көріп отырамыз. Айыппұлдың көлемі бюджетке салынып, одан кейін ол кәсіпорын одан әрі жұмысын жалғастыра береді. Енді бұл жаңа айтылған принципке сәйкес кәсіпорындар жалпы жаңағы ластанған аймақты қалпына келтіру керек. Негізгі мақсаты сода. Қалпына келтіргенде ол жерге 1 миллиард құртама, 10 миллиард құртама бәрібір. Ол мында қаражат мәселесі жоқ. Бюджет одан қаражат алмайды. Бірақ мемлекеттік орган тарапынан негізгі талап осы зиян келтірілген аймақты қалпына толығымен келтіру керексің. Арнайы ремедиация деген механизм бар. Яғни олар жоспар жасайды, ремедиация әр мысалға 3 ай сайын немесе жыл сайын ақпарат беріп отырады. Осындай аймақты біз яғни ластадық, мынандай іс-шаралар атқардық, мұншама қаражат жұмсадық, қалпына толығымен келтірдік. Бұл механизм шетелде жұмыс істеп жатыр. Енді қазір бізге келді. Неліктен экологиялық кодекстің жаңа редакциясы қабылданды, оған себеп не болды? Оның негізгі себебі осыдан 2-3 жыл бұрын ОЭСР мемлекеттерінің эксперттері елімізге келген. Сонда олардың айтуы бойынша экономиканы одан әрі дамыту үшін елімізде экологиялық заңнаманы жаңарту, жақсарту бойынша заманға сай өзгерту керек деді. Сол себепті жаңағыдай шетелдегі ОЭСР мемлекеттерінің үздік тәжірибесін алға ала отырып, осындай кодекс жасалды. Енді бұл кодекс егер осы жылдың шілде айынан бастап жұмыс істейді, біршама бұған дейін жаңа мен айтқан өзгерістер де бар, басқа да өзгерістер де бар. Жалпы әр тарапты, әр жаңағыдай сала бойынша экология жағдайын дұрыстайды, қоршаған ортаны жаңағыдай өзін жоғары деңгейде сақтауға үлесін қосады деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Енді бағана сіздің сөзінше сол ірі кәсіпорындардың құбырларында немесе құбырлардың ішінде не сыртында датчиктер орнатылып ақпарат жиналады. Тағы да сол сіздің сөзінше бұл датчиктердің ақпаратты бір жерге шоғырланып экология министрлігіне шоғырланады. Тағы да сол сөзіңізде қарапайым халық оны көре алады деп айтасыз. Демек ол бір жаңа сайт ашыла ма, қайдан оны көреді? Енді көруге мүмкіншілік қалай болады? Мен ойымша ол жаңа сайт ол енді механизм енді енгізіледі ғой. Бірақ сайт ашылу керек. Бірақ та біз өзіміз бұған дейін экологиялық қауымдастықта жұмыс істегенде 2019 жылдан бастап бір жобаны іске асырдық. Экокарта KZ деген арнайы сайт жасадық. Ол сайттың ерекшелігі неде? Бұл сайтқа біз әртүрлі тарапты ақпаратты жинадық. Сот өкілдерінің базасын қарадық, статистика базасы, сосын Қазгидромет деген ұйым бар ғой, мониторинг жасап отыратын. Соның датчиктері болсын. Одан кейін РВПЗ деген база бар, арнайы. Соның бүкіл ақпаратты жинай отырып карта жасадық. Ол интерактивті карта. Әр азамат сол картаға кіру арқылы өзінің аймағында біріншіден қандай экологиялық жағдай, қандай зиянды заттар шығарылды, және басқа мәселелер. Тыныс жолдарымен ауырып жатқан адамдар санын ақпарат көре алады. Одан бөлек қандай кәсіпорындар жұмыс істеп жатыр. Нақты менің қаламда қандай кәсіпорындар жұмыс істейді, ірі кәсіпорындар жұмыс істейді, сол жөнінде ақпарат көре алады. Автоматтандырылған Қазгидрометтің экопосттар бар ғой. Сол экопостының ақпаратын көре алады. Бір тәуліктің ішінде нормадан, ПДК-дан асты ма, аспады ма, бүкіл ақпаратты, қандай экологиялық ақпарат бар елімізде, соның барлығын біз бір жерге жинадық. Қоғамдық ұйым ретінде жинадық. Және де біздің көруіміз бойынша көп жағдайда экологиялық проблема болғанда азаматтар әлеуметтік желіде жазады. Әлеуметтік желіде жазылғаннан кейін кейбір мәселелер резонанс тудырады, кейбіреулері мүлдем естілмей қалып жатады. Көлеңкеде қалып қояды. Осы мәселені шешу үшін біз сайтта арнайы функция жасадық.
өтінім беру функциясы. Сайтқа кіреді, үлкен жаңағыдай қызыл нүкте бар. Соны басады, өтінім беру. Өтінім бергеннен кейін бүкіл ақпарат шығады. Мысалы, олар картадан, нақты нүктеден қай жерде заңнама бұзылды, соны көрсете алады. Одан кейін толығымен қандай экологиялық заңнама бұзылды, кім бұзды, немесе оның түрі қандай заңнама бұзылу, қоқыс лақтырылды ма, су ластанды ма, немесе тағы басқа мәселе болды. Соның бәрін көрсетеді, бізге жіберетін. Біз экологтар ретінде ол ақпаратты алып, өкілетті органдармен, прокуратура органдарымен, экология департаменттерімен жұмыс істеу арқылы бұл мәселенің оң шешімін іздейтінбіз. Бірнеше бізде кейстарда болды. Мысалы, осы Степногорск бойынша кейс болды. Бір ірі кәсіпорын заңсыз түрде жұмыс істей бастаған. Бізге өтінім келді. Біз сол өтінім негізінде облыстың тексеріс жасалды. Сол тексерісте нақты шынымен рұқсаттамасыз, экологиялық рұқсат алмай кәсіпорын жұмыс істей бастаған. Қызметі тоқтатылды. Кәсіпорын қоғамдық талқылау өткізді. Бұған дейінгі айтқан қоршаған ортаға әсердің бақылау жобасын жасалды. Тағы да біршама заңға сәйкес бүкіл алгоритм жасалып, содан кейін ғана жұмысын жалғастырды. Немесе осы Қосшыны айтсақ болады. Қосшыда су тазалағыш құбырлары бар, арнайы. Кәсіпорын бар. Канализационный стоки дейді ғой, соны тазалайтын кәсіпорын суды заңсыз түрде тазаламай, жаңағындай далаға шығарып жатқан. Қайта халықтан жиналған бүкіл кәріз сулардың бәрін табиғи ортаға шығарған, заңсыз түрде. Оға бізге фото, видео фиксациясымен бәрі келді. Біздің мамандар басына барды, соның бәрін департамент экология департаменті тексеріс жасады. Сол тексеріс негізінде кәсіпорында айыппұл да салынды бүкіл заң жүзінде. Енді Елдос мырза, жалпы экологиялық кодекс, неше түрлі қатаң жазалар, айыппұлдар, бұл барлығы керемет. Бірақ дегенмен, мысалы сол баяғы жартазда ArcelorMittal Теміртау. Жыл бойы қақсап келеміз, меморандумға қол қойдық, үйттік. Бірақ экологиялық ахуал әлі де толыққанды шешілмей жатыр. Оның себебі неде? Енді біріншіден бұндай кәсіпорындардың кеңес өкіметі тарапынан уақытынан жұмыс істеп келе жатыр. Арселордың өзінде 50 жыл, қателеспесем 50 жыл жұмыс істеп жатқан металлургия саласындағы ең жаңағыдай ірі кәсіпорындардың. Оның ішінде жасы жағынан, жаңағыдай ескілігі жағынан кәсіпорындардың бірі болып есептеледі. Технология жағынан енді қарастыратын болсақ, оның екі тарапты қарастыру керек. Бір жағынан металл өндіретін технологиясы бар, екінші жағынан қоршаған ортаны сақтайтын технологиялары бар. Қоршаған ортаға зиянды заттардың көлемін төмендету бойынша технологиялар бар. Енді Арселордың нақты өзін айтатын болсақ, біз Арселормен осыдан бір 2 жыл бұрын бір жұмыс істей бастағанбыз. Сонда бізге қоғам қауымдастықтармен жұмыс істеп жүрдім. Біз жаңағыдай қазір енді Арселор жөнінде айтатын болсақ, біз осы кәсіпорынмен бір 2 жылдай болды жұмыс істеп жүргенімізге, көріп отырғанымыз қандай мәселе. 2018 жылы біздің қауымдастыққа үлкен Теміртау қаласының тұрғындарының атынан хат келді. Осы қарға байланысты, есіңізде болса, ол уақытта әлемдік бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында Теміртау қаласында қар мәселесі айтылатын болатын. Сонда біз бардық, кәсіпорынмен сөйлестік, арнайы жаңағыдай жол картасын жасадық. Арселор айтты, біз мәселе бар, біз ол мәселеге қашпаймыз, мойындаймыз, бірақ та біз экология тарапынан өзіміздің жаңағыдай ынталарымызды, мақсаттарымызды одан әрі алдағы жылдары көбейтеміз деп сондай бір келісімге келдік. Одан кейін арнайы кешенді жоспар жасалды. Біз анализ жасағанда бұған дейін 2015-14 жылға қарайтын болсақ, Арселор жылына 6 миллиард қателеспесем теңгедей қоршаған ортаға жұмсайтын болатын. 2018-19 жылдары 34-35 миллиардқа дейін көбейтті. Зиян заттар шығындарын қоршауды. Оның өзінде әр жаңағыдай бағыт бойынша, жаңағыдай фильтрлар орнату бойынша, бір бағыт бойынша жаңағыдай технологияларды орнатты. Одан бөлек өндірістік қалдықтар бар. Соны қайта өңдеу мәселесі бойынша, кәріз сулар бар зиянды, соны қайта тазарту бойынша, әр бағыт бойынша жұмыстар атқара бастады. Енді одан кейін біз білеміз, тағы да бірнеше кездесулер болды, экология министрлігі де бірнеше рет барды, жаңағыдай алдағы 2-3 жылдың ішінде 10%-ға дейін төмендетеміз деген мақсаттарын қойып, халық алдында өздерінің жаңағыдай сөз беріп отыр. Енді
әр технологияны қарайтын болсақ, әр кәсіпорынды қарайтын болсақ, онда мен ол кәсіпорынды жақтаған емес, бірақ та әр технологияларды орнатардың алдында бірнеше жыл бәрібір уақыт керек болады. Оның ішінде бірінші жылы жобалау жылы, проекті құжат жасайды. Одан кейінгі бірнеше 2-3 жылдың ішінде жаңа технологияларды, мүмкін ол шетелден алып келсе, шетелден алып келеді. Одан кейін оны орнату мәселесі бар, құрылыс жұмыстарын жасау мәселесі бар. Сонымен бір технологияны орнатуының өзіне бірнеше жыл уақыт кетеді. Біз экологтар тарапынан міндетті түрде жаңағыда бұған дейінгі айтқандай ақпараттың ашықтығын талап етеміз. Өйткені ақпарат ашық болу керек. Өйткені кәсіпорын жергілікті қоғамға айту керек. Біз өзіміз тарапынан мойындап отырмыз зиян келтіріп жатқанымызды, бірақ та біз мынандай технологиялар орнатамыз, ол мұншама төмен зиян заттар төмендеуіне алып келеді. Немесе мынандай технологиялар орнатамыз деген секілді. Сонда ғана ашықтық болғанда қоғам тарапынан да агрессияда, талқылауда азаяды, кәсіпорыннан тарапынан да нақты түсінікті стратегия болады. Осындай стратегия керек деп есептеймін. Бұл стратегия тек қана іс-шаралар жоспары ғана болмау керек, ол стратегияның, ол құжаттың нақты кәсіпорында жергілікті тұрғындар ол кәсіпорынды жатқа біледі, өйткені көбісі сол кәсіпорында жұмыс істейді. Әрине ол кәсіпорынды бір күнде жауып тастау мүмкін емес, өйткені қаншама мың адам жұмыс істегендіктен ол әлеуметтік мәселесі бар. Бірақ та талапты күшейту керек. Біз Украинадағы немесе Европадағы осы кәсіпорынның басқа зауыттарын көріп отырмыз, ондағы зиян ету көлемі былай қарағанда төмен болып отыр. Сол себепті нақты әр бір кәсіпорынды алатын болса, халықпен біріккен, жергілікті азаматтармен біріккен нақты стратегия болу керек. Ол стратегияда қай күндері ашық есіктер күні, ақпаратты дұрыс жеткізу. Өйткені барлық мәселе ақпараттың жоқтығынан. Егер кәсіпорын заңды бұзса, ол әртүрлі технологиялық процестер болып жатады. Біз кешегінің өзінде осы 2-3 күн бұрын ақпаратты көрдік, цехта болған оқиға байланысты. Ол былай қарағанда технологиялық процесс. Адами фактор болуы мүмкін. Мамандар дұрыс қарамаған ба, немесе тағы басқа мәселе ба. Осының барлығын жергілікті ашық түрде жеткізетін болса, онда әлеуметтік резонанс көлемі де төмендеу болуы мүмкін. Демек, сол баяғы әңгіме. Халық нәтижені нақты қашан көре алады? Демек, енді экология кодекс шарт түрде шілде айында бірақ іске аса бастайды. Сол сіз айтпақшы, стратегияны құру үшін, кез келген енді әрекет жасау үшін 1-2 жыл оны жоспарлайды, жобалайды. Сосын сатып алу мәселесі өтеді, орнату мәселесі өтеді. Бірақ демек тағы да біз 30 жылға созып кетпейміз бе? 30 жылға созылмаймыз, өйткені халықтың санасы ауысты. Баяғыдай қазір әлеуметтік желі болсын, басқа да қарым-қатынас инструменттері өзгерді. Сол себепті алдағы мысалға 4-5 жылдың ішінде жағдай жақсаратын болса, оны комбинат болсын, немесе кәсіпорын тарапынан да оларға да халыққа түсіндіру приоритетті бағыт. Өйткені экология ол тек қана кәсіпорынның, бір қаланың мәселесі ғана емес, ол енді бүкіл жалпы елге қатысты мәселе ғой. Енді тағы бір қызық мәселе бар. Ірі кәсіпорындар қазіргідей жұмыс істей беруі алдағы 5-6 жылда тек қана ішкі, яғни қоғамның талабы емес, ол сыртқы нарықтың да талабы болады. Түсіндіріп кетейін. Осы Европа мемлекеттері соңғы жылдары 2023-2022 жылдан бастап арнайы көміртектік салық механизмдерін енгізу бойынша жұмысты бастап кетейін деп отыр. Яғни шетелден келген тауарлар, егер де оның ішінде оның көміртектік ізі жоғары болса, яғни сол тауардың 1 тоннасын өндіруде көп көмір жағылса, яғни ол тауарға нақты бір төлем немесе салық салынады. Ол салықтың көлемі 10-20%-ға дейін болуы мүмкін. Яғни экспортталатын тауарлар бәсекеге қабілетті болмай қалады. Мысалы, Европа еліне бізден металл барсын, немесе басқа бір тағы да тауар барсын, осы ірі кәсіпорынның. Ол Европа нарығына барғандықтан оның сатып алушы болу керек. Біз басқа мемлекеттердің Европаға келгендіктен бірнеше кәсіпорын бәсекелі түрде жұмыс істейді, кімнің бағасы төмен, соны тауарын сатып алады. Егер де біздің тауар Европаның шекарасын өткеннен кейін нақты салық салынса, оның яғни тауар құны 10-15-20%-ға дейін көтеріліп кетуі мүмкін ғой. Сол себепті кәсіпорындар осындай климаттық механизмдерді ескере отырып,
ол тек қана ішкі емес, сыртқы сатып алушы мемлекеттердің талабын орындау мақсатында өздерінің көміртектік іздерін төмендетеді. Біз бұдан 30 жыл, 40 жылға дейін созылады деп ойламаймын. Бір алдағы 5-10 жылға дейін мәселе республика деңгейінде күрт өзгеру керек, оң жаққа қарай. Енді сол өндіріс орындарының айыппұлы демекші, бұрынғы экологиялық кодекс бойынша төленген айыппұл республикалық қазынаға түседі. Жергілікті бюджетке түседі. Жергілікті бюджетке түседі де, кейін ол енді тура сол экологиялық ахуалды шешу үшін мәселеге жұмсала ма, немесе жалпылама ол бюджетке кіріп, енді кез келген мәселені шешуге жұмсала? Бұған дейін кез келген мәселеге жұмсалатын болатын. Демек бұл әділетсіз ғой? Бұл әділетсіз. Қоршаған ортаға қатысты әділетсіз. Кодекс енгеннен кейін бүкіл жиналған төлемдер экологиялық. Тек қана арнайы тізімге сәйкес, кодекста қосымша бар, соғанда нақты тізім орнатылған. Сол тізімге сәйкес қана жұмсалу керек. 100%. Демек экологиялық жағынан түскен айыппұл төлемдері экологияға ғана кетеді. Тек қана экология саласына? Тек қана экология. 100%. Ол норма бюджеттік кодексте да бүкіл жерде ескеріліп қойған, толығымен кетеді. Бұған дейін, шынымен бұл проблема болды. Кейбір аймақтар болды 3%, 5%-ын ғана экологияға жұмсайды да, қалған 90-95%-ын басқа да салалар, әлеуметтік сала, жол салады, мүсіндер құрастырады, тағы да көптеген футбол жаңағыда клубтарына жібереді, көп қой мәселе аймақ деңгейінде. Демек жергілікті әкімдер енді сол экологияға тек қана экологияға жұмсайды. Жұмсайды, басқа салаға ақша бұрмайды. Мысалға өндірістік аймақта да 15-20 миллиардқа дейін кетуі мүмкін жиналған қаражат көлемі. Осы 15-20 миллиардты алып қалдықтар мәселелері шешілсе, жаңағыдай су құбырғыларын тазалайтын құрылғылар орнатылса, немесе басқа да экологияға қатысты көгалдандыру мәселесі болса, ол тікелей жергілікті экологияның жақсаруына өзінің оң әсерін тигізеді. Оны кодексте бекітіп қойдық. Ол экологтардың ең бірінші талабы болды. Осы талап парламент тарапынан да, үкімет тарапынан естіліп, қазір енді қаржыландыру мәселесі көбейеді деп отырмыз, соны күтіп отырмыз. Енді айыппұлдар мәселесін түйіндейтін тағы бір соңғы сұрақ. Жақсы. Арселор болсын, Казцинк болсын, кез келген ірі кәсіпорын өзінің айыппұлын төледі дейік. Бірақ қоршаған ортаға тигізген зардабы елеулі. Ол қоршаған ортадан түсінік бойынша адамға тигізетін зияны одан сайын денсаулығына. Одан рак аурулары немесе басқа неше түрлі аурулар шығады. Енді ақша түсті қазынадан, енді қоршаған ортаны жақсарту бойынша шаралар ұйымдастырды дейік. Бірақ денсаулықты ешкім қайтармайды ғой. Ол халық енді несі? Демек шарт түрде сол мекеме, егер белгілі бір жергілікті, мысалы мен Жезқазған тұрғыны болайын, рак аурумен шалдықтым, және бұл енді тура осы экологиядан болғаннан енді дәлелдейтін мүмкін себебі жоқтың қасы шығар. Бірақ дегенмен, егер мен оны дәлелдесем, неге оны сонда сол кәсіпорын сол ауруды емдетуге немесе енді қайтыс болса, түсінікті, сол жағынан жарна төлейтіндей неге оны біз міндетті емеске? Мен енді келсем, бірақ та бұнда ең негізгі мәселе өзіңіз айтып кеттіңіз, оны дәлелдеу керек. Нақты осы кәсіпорынның зиянынан мен осындай ауруға ұшықтым дегенде. Оның барлығы негізі азаматтық кодекспен реттеледі. Өйткені ол бүкіл справкалар жинаса, бүкіл экспертизаларды өтіп дәлелдесе, ол кәсіпорынды сотқа беру арқылы келтірілген зиян көлемінде денсаулығын жақсартуға немесе денсаулық емделуге қаражатты сот арқылы шешу мүмкін. Осындай жағдайлар бізде болды ма? Мен өзім естіген жоқпын. Мүлдем естіген жоқпын. Шетелде естідім, бірақ елімізде ондай болған жоқ. Одан бөлек профессионалды аурулар деген бар. Әр кәсіпорынды қарайтын болсаңыз, өзінің профессионалдық аурулары да болып жатады. Ол мысалы мыс саласында бір ауру, қара темір шығаратын салада бір ауру, яғни шығарылып жатқан зиянды заттардың түріне байланысты профессионалдық аурулар да бар. Оны ескеру керек. Біз бұл тарапта нақты зерттеулер аз жасалған. Осы зерттеулер санын көбейту керек те шығар. Содан кейін біз бір нақты аймақ бойынша қанша адам ауырды, неліктен ауырды, сол себебі осы ластанған ауа болды ма, егер оны нақты дәлелдесе, әрине азаматтар тарапынан заң негізінде ескерілген механизмдермен дайын механизм бар, бірақ оны дәлелдеу базасы керек. Дәлелдеу базасы болу үшін ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілу керек. Жақсы, рахмет. Енді алда жақын арада шешілетініне үміттенейік. Енді тақырыбымызды, жалпылама сұхбатымызды түйіндесек,
ірі кәсіпорындардың енді шығаратын қоршаған ортаға тигізетін зияны енді елеулі. Ол жақын арада енді өзінің сөзі бойынша 5-10 жылда шешіледі деп енді сеніп отырсыз. Бірақ баламалы энергия көздері. Баршамызға мәлім 2017 жылы Астанада Экспо 2017 өткен. Оның негізгі тақырыбы сол баламалы энергия көздері. Оған қыруар енді ақша бөлінді, бүйтті сөйтті әңгімелер әлі де талқыланып келе жатыр. Бірақ оның нәтижесі бүгін біз көре аламыз ба? Демек, бүгінгі таңда біз баламалы энергия көздерін қолданатын қанша кәсіпорын бар? Немесе олардың саны артты ма? Қаншаға артты? Бұл жалпы осы салада жағдай бүгінгі таңда қандай? Баламалы энергия жөнінде айтатын болсақ, еліміздің жаңағыдай табиғи факторларын ескере отырып, потенциалы жоғары сала. 2013 жылы Қазақстан төңірегінде жасыл экономикаға көшу бойынша тұжырымдама қабылданған. Ол тұжырымдаманың көрсеткіштері негізі өте амбициялық. Себебі 2020 жылға дейін баламалы энергия санын 3%-ға жеткізу, жетті ме? Қазір айтам ол жөнінде. 30 жылы 10%-ға жеткізу, ал 50 жылы 50%-ға жеткізу. Жалпы шығарылып жатқан энергияның генерациясы бүкіл еліміздегі көбісі 70%-дан астамы көмір арқылы шығарылады екен. Оның әлі күнге дейін бүкіл жылу электр станциялар көмірмен жұмыс істеп жатыр. Баламалы энергия жөнінде айтатын болсақ, бүгінгі күнде осы 1-2 апта бұрын үкіметте жиналыс болды, сонда нақты айтылды 3%-дық көрсеткішке жеттік. Алдағы 5 жылда 6%-ға дейін баламалы энергия объектілерінің санын көбейтеміз деп отыр. Бұл баламалы энергияны қарастырғанда да оны ірі және кіші баламалы энергия деп бөлу керекпіз. Ірі кәсіпорындарда көбінесе үлкен инвесторлар келеді, оның арнайы механизмі бар. Осы энергетика министрлігі онымен айналысады, олар арнайы аукциондар жасайды. Аукцион механизмі Германиядан келген біздің елімізге. Ол қалай жұмыс істейді? Әр аймақтың потенциалына байланысты кейбір аймақтарда жел потенциалы бар, кейбір аймақтарда күннің потенциалы бар. Энергетика министрлігі арнайы территорияларды анықтайды. Сосын сол территорияларға керекті инфраструктураны алып келеді. Желілер, электр желілерін алып келеді, тағы да басқа. Одан кейін жер телімін береді, айтады бірнеше инвесторге. Аукционға қатысасыздар, кім төмен баға береді, сол ұтады. Күн энергиясы бойынша біз көріп отырмыз, қазір қателеспесем 12 теңгеге дейін түсті. 1 киловаттың құны. Осыдан 3-4 жыл бұрын бұл 20 теңгеден жоғары болады. Біразға төмендеді. Желмен де дәл сондай жағдай. Аукцион болғандықтан, технология дамығандықтан, қай кәсіпорын жақсы баға береді, сол кәсіпорын ұтады. Одан кейін ол мемлекетпен келісім шартқа қол қойды, шығарылған энергияны мемлекет сатып алып отырады, ал кәсіпорын, инвестор өзінің қаражатын қайтарады. Ол ірі кәсіпорындар. Жаңа 3% дегеніміз осы ірі кәсіпорындардан шығарылған цифр деп айтсақ болады. Келесі сол кіші баламалы энергетиканы дамыту мәселесі. Бұл салада әрине жұмыс істеу керек. Өзімде мен қазір осы бойынша біршама ұсыныстарды жасап жатырмын. Ол қалай? Біз білеміз, еліміздің территориясы ауқымды болғандықтан фермалар бар, кәсіпкерлер бар. Мысалы қаладан емес, әртүрлі елді мекендерде алыс орналасқан, орталықтандырылған электр желісі жоқ елді мекендерде жұмыс істейтін кәсіпорындар бар. Осындай кәсіпорындар нақты баламалы энергияны, кіші баламалы энергияны орнату керек. Осыны орнатуға өзінің ынталандыру механизмдері болу керек. Бүгінгі күнде заң бар. 2009 жылдан жұмыс істеп келе жатқан баламалы энергияны қолдау бойынша арнайы заң қабылданған елімізде осыдан 10 жылдан астам. Онда нақты алгоритм бар. Егер де баламалы энергияны 5 киловаттқа дейін өзім орнатсам, 50%-ын бюджеттен маған мемлекет жауап береді деген. Бірақ та бұл механизм бүгінгі күнде жұмыс істемейді. Осы механизммен жұмыс істеген бірде-бір кәсіпорынды мен көрген жоқпын. Неліктен? Біріншіден, бұл кәсіпорын көбінесе талап бойынша ол Қазақстанда жұмыс істейтін кәсіпорын болу керек. Қазақстанда шығарылған баламалы энергия технологиясы болу керек. Ашық ақпараттан білеміз, бұған дейінгі ашылған кәсіпорын бүгінгі таңда жұмыс істемейді. Екінші мәселе, бұны көбісі біле қоймайды. Ол жергілікті атқарушы органдар арқылы жұмыс істеу керек. Ақпарат жеткіліксіз. Негізі кәсіпорындар жергілікті атқару органына бару керек те өтінім беру керек. Мен осындай орнаттым. Маған орнатылған технологияның жарты қаражатын қайтарыңдар деген сияқты. Одан кейін ол бюджетке енгізіліп, одан кейін қайтарылатын еді. Бірақ та
бүгін бұндай жаңағыдай фактілерді мен білмеймін өз басым. Бірақ та осындай технологияларды орнатқанда жаңа кәсіпорындар мемлекет тарапынан көмек болу керек. Себебі 100 шақырым жерге орталықтандырылған энергия желісін салу 1 километрден 3 миллион болғанның өзінде қаншама миллион қаражат керек. Қыруар ақша керек мемлекет бюджет тарапынан. Егер де 100 шақырым жерде орнатылған кәсіпорынға немесе жаңағыдай фермерге 15-20 киловатты құрылғы орнатып берсек, оның құны 8-10 миллион болуы мүмкін. Қаншама есе төмен және ол тиімді. Ондай мысалдарды бар елімізде. Мен Батыс Қазақстанда да көрдім, Ақтөбе облысында да көрдім, оңтүстік Қазақстанда да көрдім. Әр аймақта осындай жаңағыдай баламалы энергияны орнатып, тұрақты түрде электр желісімен, электр энергиясымен қамтамасыз етіліп отқан кәсіпорындар бар. Бірақ та осындай кәсіпорындардың бүгінгі таңда мүмкін жаңағыдай бизнестің жол картасы арқылы немесе басқа механизмдер арқылы қолдауды ескеріп, сол арқылы біз фермерлерге көмек ету керекпіз. Яғни фермерлер ғана емес, жалпы осы кіші бизнеста. Жалпы енді зәру болды. Иә, осындай. Өйткені мен өзім Германияда болдым. Германияда көргенім, қай ауылға барсаңыз да, қай аймаққа барсаңыз да, бүкіл шатырларда күн панельдері орнатылған. Ірі жел жаңағындай диірмендері бар. Мына жақтан биогаз құрылғылары да орнатылған. Осындайды мен ойымша бізде де жасау керек. Бұл үлкен мәселе. Оңтүстік өңірде күн мәселесі, солтүстікте жел мәселесі, немесе ауыл шаруашылық өнімдерде жаңағындай ауыл шаруашылық қалдықтарын қайта өңдеп биогаз шығару. Бұл потенциал өте үлкен. Және де бұл потенциалын қолданбай отыр осы саланы. Егер қолданатын болсақ, ол өзінің экономикаға да, басқа сала бойынша да өзінің оң әсерін береді нақты. Қолданбаудың себебі неде? Қолданбаудың себебі біріншіден көбісі ойлайды, бұл технологиялар жұмыс істемейді деп. Бізде енді сарафанный радио дейді ғой, бір адамдар бір жерден естиді, одан кейін алады да, бұл анада орнына жұмыс істемеген, менде де жұмыс істемейді. Бірақ та қандай технологиялар алынды? Осы сұраққа жауап беру керек қой. Көбінесе қазір біз Алматының базарына барсақ та, онда да баламалы энергия, күн панельдер сатып жатыр. Оның сапасы қандай? Ол күн технологиясын алғаннан кейін, күн панельдерін алғаннан кейін, оның инверторын алу керек, аккумуляторын алу керек. Егер дұрыс технология таңдап, оны дұрыс орнатса, ол жұмыс істейді. Мен өз көзіммен, біз осы пилоттық жобада жасағанбыз, осы Нұр-Сұлтан қаласының қасында да, осы арнайы аудандар бар, Аршалы ауданында да бір жоба жасадық. Күннен электр энергиясын алуға болады, кіші энергетика арқылы күннен жылы суды алуға, ыстық су алуға болады. Өзі біз осы Арнасай деген жасыл технологиялар орталығын ашқанбыз уақытында. Сонда күн коллекторларын орнаттық. Күн арқылы су қызатта бүкіл ғимарат 2000 шаршы метр ғимарат толығымен ыстық сумен қажетті көлемде қамтамасыз етіп отыр. Біз статистиканы қарадық, ауылды аймақтардың көп мектептері бүгінгі таңда немесе ыстық су жоқ, немесе болғанымен де олар жаңағындай электр энергиясымен ғана жұмыс істеп отыр. Ол бюджетке көп шығын алып келеді. Енді 1 киловаттпен қанша олар, мысалға сағатына олар 5, 6, 4 киловаттық су жылытқыш құрылғылар болуы мүмкін. Ол құрылғылар жаңағындай мектептің бюджетінде қыруар жаңағындай осы үлесі өте жоғары шығындардың бірі болады. Жақсы, керемет. Және соңғы сұрақ. Енді өзіңіз экология маманысыз, қазіргі таңда мәжіліс депутатысыз. Осы салаға құзырлы мемлекеттік орган, экология министрлігі, өзіңізді айттыңыз, жуырда қайта құрылды. Соның жұмысына сіз қанағатсыз ба? Енді бұған дейін айтқанда 2019 жылы министрлік пайда болғанда барлығымыз қуандық. Әрине, өндірістік лобби дейміз ба, өндіріс тарапынан жаңағыда оның әртүрлі факторларына байланысты. Оның ескілігі бар, технологияның, әлеуметтік факторлар бар, жалақы, жұмыскерлер деген сияқты. Әрине қиын кейбір жағдайда экология министрлігіне. Бірақ енді бүгінгі таңда министр Мағзұм Маратұлының жұмысын көргенде біз нақты айта аламыз. Былтырдың өзінде қаншама жол картасы жасалды. Министрлігінің ашықтығын көре аламыз. Бүкіл жасалып жатқан жұмыстың барлығын басқа министрліктермен салыстырғанда экология министрлігі ашық түрде жұмыс істейді деп айтамын.
бірақ та енді қаржыландыру мәселесі, жаңағы жалақы, мамандардың төмен жалақысы, тағы да басқа мәселелер бар. Ол тек қана біздің салада емес, басқа салаларда бар. Сол себепті жалпы стратегиясы дұрыс. Әрине бұл стратегияны тек қоғам мен бизнеспен бірге жұмыс істеп біріктірсе ғана өзі жаңағыдай жақсы эффект береді деп білемін. Жақсы, рахмет. Ендеше уақыт бөліп студияға қонақ болғаныңызға өте қуаныштымыз. Сіздерге де рахмет. Енді жалпы экология мәселесі шынымен ол өте сонда терең, үлкен. Сондықтан әлі де алда кездесіп, біраз тақырыптар талқылайтынына міндетті түрде. Рахмет сізге. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, пікір білдіріңіздер және бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.